Ерлепес Бектұрсын фермер қожалығы 2 күн алдым осы пақта майданға итифон гормонын сеуді. Бұл итифон гормонын сеугенде атызда 60% ығалық болу керек. Сонда бұл жақсы әсер етеді пақтаға. Итифон гормонының 72%-лығы, 48%-лығы бар. 72%-лығын атызға себетін болсақ, гектарына 1,5-2 килограммға шейін қосылу керек гектарына. Егер 48%-дан қосатын болсақ, 3,5-4 килоға шейін гектарына қосылады. Итифон гормон пақтаға сеуілгенде бұның жапырағында қызарған бір өзгерістер болады. Қызарады. 2 күн алдын сеуілді, қызарып кетіпті. Бұның жапырағындағы шекерді тамырға қарай айдайды. Тамыр қайтадан жоғары қарап көрекке береді. Соның есабынан көрек үлкен болады, әммесі біргелікте піседі. Бақылесе жауын шашыннан бұрын бәрі біргелікте себілсе, ерте хасылдарлықты жинап алуға мүмкіншілік жаратады. Көпшілік фермерлеріміз итифон гормонын дефоляция деп ойлайды. Сіздер алжаспан, бұл дефоляция емес. Бұл тек қана пақтаға сен қартайдың деген сигналды береді. Соның есабынан артықша күш кететұғын шаналарды қуратып тастайды. Көрек үлкен болып, өзінен жақсы хасылдарлық қалдыру мақсатында, жақсы нәсіл қалдыру мақсатында көреклер үлкен болады, һәм хасылдарлық жоғары болуына алып келеді. Һәм ерте жауын шашыннан алдын жинап алуға мүмкіншілік болады. Барлық фермерлерге һәм диқанларға осы итифон гормонын 10-12 көрек болған жағдайда, һәм де бойы 95 см болған жағдайда сеуді ұсыныс етемін. Фермерлердің қырманы бәлент болуын тілеп қаламын.